Кентау қаласында жылу станцияда тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, мынау осы ауа райының жаңағы температура төмендеуіне байланысты мынау желдің жылдамдығына байланысты 28 метр секунд болды. Осыған бірнеше ақаулар болды. Біз бірінші себебі біз бір қысқаша уақытқа 5-10 минутке біздің қазандықтар жаңағы ТЭЦ тоқтауы болды, мәжбүр болдық. Өйткені электроэнергия уақытылы бір кезеңде келген жоқ. Bir тоқтап қалған кездері болды. Біз оңтүстік транзит монополистермен осы желмен байланысты бір жаңа проводтарында, магистральдарында проблемалар болды. Бірақ бұл қазір жедел түрінде орнына келдірді. Жылу станциялары бәрі жұмыс істеп жатыр. Әрине соған байланысты қазір үйлерде де шамалы бір температура түскен болды. Салқындап жатыр үйлерде де. Сондықтан бірақ қазір кезде қазандықтың бәрі істеп жатыр. Біз температураны көтеріп жатырмыз. Оның бәрі контрольда. Бүгін әкім облысы, Түркістан облысы әкімі осы жерде штаб өткізіп, бүкіл жаңағы құзырлы органдарды, осы жерде монополистерді, жаңағы осы электроэнергияны қамтамасыз ететін мекемелердің бәрін шақыртып, осындай нақты тапсырмалар берді. Жаңағы электронадзор дейді, энергонадзор дейді, соларға не себептен, нақты не себептен, кім кінәлі, оның мәселелерді берді. Жаңа полиция органдарына да тапсырма берді. Одан кейін қазір нақты көшелерді аралап, қай жерде ыстық су шығып жатқан, тиімсіз пайдаланып жатқан, онда біз қазір бригада құрып, полиция органдарына қарап жатырмыз. Бұны нақты тапсырмалар болды. Қазір біз температура өсіп жатыр. Осы негізі ауа райы осы бір күнде ертең желдің жылдамдығы басылып, ертеңдегі алдыңғы күндері температура көтерілетін болады. И біз ТЭЦ-тің жылу станцияның өзінде өзінің температурасын көтеріп, бір штатный режимге келтіреміз деп ойлаймыз.